Массауидан жетте бір хадис бар екен. Егер басыңды қасуға дәлел тапсаң, соған ер деген. Біз мынау білім алуда да осы сахабаларға, салат салихтарға, ғалымдарға ергіміз келеді негізінде. Ұстаз білім алу бізге важып болған соң, осы білім алуға салат салихтардан келе жатқан бір тәртіп немесе білім алу қағидалары бар ма? Уақыттарды белгілі бір уақыттарға қою сияқты. Мысалы, кейбіреуіміз кешке уақыт табамыз дейді. Біреулер күндіз бойы бос болуы мүмкін. Жағдай барынша қай уақыттарда негіздеріне байлансақ болады. Қай уақыттарда Құран жаттауға жақсы. Қанша азында күнде аз болғанда қанша аяттардан жаттап тұрғанымыз абзал болады. Осы біз білім алуда бір жүйені қалыптастыра алмай жатқан сияқтымыз. Және мен бір бауырларымнан естіп қалдым. Осы негіздерден бұрын алдымен Құран жаттау керек деген сияқты. Сол нәрсе біз жайында біраз нәрсе айтсаңыз. Бұл тақырыпта бірнеше реттен айтылған. Бұл нәрседе және айта береміз де, себебі адамдар болған мұқтаж. Себебі имам Ахмад рахимахуллах айтады, біз білімге, тағам мен шарапқа болған қажетімізден көре көбірек мұқтажбыз дейді. Себебі бір адам бір күнде бір рет тамақ жесе өліп қалмайды, тірі жүреді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, якфирул муъмину луқайматун юқимна сулбах. Момынға бірнеше лұқма тамақ жетеді, егер денесін тіке ұстап тұратын болса жеткілікті дейді. Амма білім бабына келетін болсақ, білімді имам Ахмад рахимахуллах яхтажу илейхи ала ададин анфасих дейді. Демі кіріп шығуына, яғни соған қарата қажеті бар. Әр бір қадамыңда білімге мұқтажсың. Ол сен мұқтаж болған білім не өзің оқып үйренесің білім иелері арқылы, немесе оны сұрап білесің. Білім оқып үйреніп талап ететіндер білім иелері, талып илімдер, амма сұрап үйренетіндер қажетіне жараса, бұл не? Жалпы қарапайым халық сол нәрседе болу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, адам оқығанда не білімді оқу керек екенін білу керек. Әйтеуір мәлімет екен деп жинай беру болмайды. Өткенде айттық қой, хатыбулайл деп, естерінде ме? Түнде ағаш жинаған адам сияқты. Білмейді, қоржынына сала береді, түнде білмейді. Ол ағаш салып жатыр ма, жылан салып жатыр ма, сүйек салып жатыр ма? Азанда қараса, бүтін мұсырды жинап алған. Түсінікті ме жоқ па? Әйтеуір айтылып жатқан әңгімені тыңдап, жазылып жатқан нәрсе қазір мәліметті таратылу тегін. Қазір айтып жатыр, біз мәліметтің кең уақытында жасап жатырмыз дейді. Дұрыс айтады, мәліметтің кең уақыты, бірақ білімнің кең уақыты емес. Түсінікті ме жоқ па? Мәлімет, машалла, бүткіл елден келеді қазір. Бірақ ол мәліметтің дұрыс қатесін анықталған бекен сол мәлімет. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін ардайым үйренілген уақытта дұрыс білімді шегімен үйренуге әрекет қылу керек. Дұрыс білімді шегіменен. Түсінікті ме? Табарани рахимахуллах бір асар келтіреді. Алқама Ибн Масудтың шәкірті келеді да бір адамды естеді ташахудта. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатуху ва мағфиратуху дейді. Түсінікті ме? Ва баракатуху ва мағфиратуху дейді. Сөйтсе анаған айтады, Алқама рахимахуллах айтады, біз өзімізге қалай үйретілген болса содан тоқтауымыз керек дейді. Біз ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух деп үйренгенбіз дейді. Сол жетеді. Бұл Алқама кімнен үйренген о нәрсені десе, Ибн Масудтан үйренген, шәкірті ғой. Ибн Масуд не істепті десе, Ибн Масуд рахимахуллах радияллаху анху бір адамға ташахуд үйретіп жатады. Ташахудтың ақырында ашхаду алла илаха иллаллах, сосын вахдаху бар ма? Жоқ. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Солай ма жоқ па? Бір адам Ибн Масуд үйретеді. Бұл дәлел қылады, білімді
zikirlerdi kitaplardan gana öğretu emas, ağızça öğrenu gerek Kur'an'dı. Okuy alатын adam Arap tilinden okuydu. Okuy almaytın adam ağızça öğrenu gerek. Sebebi bizden mına ağılşın tili harpleri nemese, kiril harpleri nemese ne deydi? Latin harpterinden oku arkalı adam kate okuydu Arap tilini. Sol üçün kitaplardan jattap algandar ar daim kate jattaydı. Ar daim. Sol üçün Arap tilinden okuy alатын adam bir. Sonda da biröge teksertүү gerek. Arap tilinden harptermen okuy almaytınдар ağızça öğretүү gerek. İbn Masud radıyallahu anhu ağızça öğretетін sahabi. Öğretip жатыр ağızça ana bir adamga. Aşhadu an la ilahe illallah dese aşhadu an la ilahe illallah vahdehu la şerike lah dep kosat. Çaktımı yok mu? Aşhadu an la ilahe illallah vahdehu la şerike lah dep kosat. Sonda İbn Masud aytadı. Durus deydi vahdehu la şerike lah. Mağanası durus. Sebebi aşhadu an la ilahe illallah vahdehu la şerike lah degen ol özü жалгыз onun serigi жоқ degen. Durus söz be жоқ па? Durus deydi. Mağanası durus deydi. Бірақ biz bolay üretilmedik deydi. Söktü yok? Biz bolay üretilmedik deydi. Aşhadu an la ilahe illallah ve aşhadu anne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip üretilgen biz. Söktü yok mu? Bol İbn Masud radıyallahu anhu kayaktan öğrendi dese oğan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem öğretken. Kalay öğretedi onu dese Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Bara ibn Azib radıyallahu anhuga tünde jatar duasını öğretedi. Solay mı yok mu? Âmentu bi kitabikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî arsalte dep öğretedi. Baraga kaytala deydi kara. Ağızça öğretip жатыр. Kaytala deydi. Сөйтсе Bara kaytalap жатыр. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ deydin oruna وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ deydi. Жоқ, Nabi dep aytasın. Sebebi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem onu kayaktan jetkizip жатыр? Özünün ijtihadından mı? Жоқ. Ol vahiyden jetkizip жатыр. Nege özgertүү? وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ dep aytasın deydi. Sosun وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَga toktaydı. Söktü mü жоқ mu? Bilim iyesinden tuğralıkpen, durustukpen alınu gerek. Anıktalgan мәлімет alınu gerek. Әйтеуір айтылған әңгімені жинай беру деген болмайды. Мәліметтер көптігі адамға ешқандай бір жақсылық бермейді. Мәліметтердің көптігі. Солай ма жоқ па? Бізге білім керек, мәлімет емес. Мәлімет ол қайда болады? Газетада, журналда, интернетте. Сөкті ма жоқ па? 1000 түрлі 1000 басты сайттарда мәлімет деген көп. Неше гигабайт және несі бар оның? Терабайт дей ма не дейді? Сондай. Бүткіл мәліметтер әлемі. Ол мәліметтерді зерттесең мегабайт қала ма жоқ па терабайттан? Сөкті ма жоқ па? Өшіріп тастау керек. Болмайды. Мына дұрыс емес. Субханаллах. Біз білуіміз керек. Не нәрсе біз үшін білім өзі. Biz мәлімет жинаушымыз ба, жоқ білім үйренушіміз ба негізінде. Biz білім үйренушіміз. Арап тіліменен оқитын білім болсын, немесе өзіңнің тіліңнен үйренетін білім болсын, ол ақиқатта Құр'ан, хадистің білімінен суарылған білім болу керек. Түсінікті ме жоқ па? Сол болу керек, сол. Аллах айтады, фa'лам, біл деп атыр, мәлімет жина деп атқан жоқ. Bil деп атыр. Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзі Құр'анда Аллах субханаху ва таала үйреткендей болды. Аллах субханаху ва таала айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға үйретіп: "Кул хазихи сабили ад'у илаллахи ала басира" деп. Бұл менің жолым, сол жолда Аллахқа білімменен мен дағуат қыламын деді. Жақсылыққа бұйырамын, жамандықтан қайтарамын. Білмесең, сол жақсылыққа бұйырма. Анық біл бірінші. Біз білмей тұрып бұйырамыз да, сосын қайда десе сосын іздейміз аяқта. Бірнеңкеден білмесең қайтарма. Сен білмегенің жоқ деген емес. Сөкті ма жоқ па? Сенің білмегенің жоқ дегені. Егер біраз білім иесі болсаң да, анықта, шыныменен бе жоқ па? Анықтап сосын қайтар. Шыныменен бұл дұрыс емес екенін білді, содан кейін қайтар. Мынау дұрыс екенін біліп, сосын бұйыр. Сөкті ма жоқ па? Сол үшін біз білім дегенде не түсінуіміз керек екенін білуіміз керек.
Ғалымдар айтқандай, адамның ойы қараңғылық болса, Расул саллаллаху алейхи вассаламның хадисі жарықтық дейді. Түсінікті ме жоқ па? Адамның ойы түн болса, хадис не ол? Күндіз. Саған қандай жолда жүргенің жақсы? Түндегі жолда ма, жоқ, күндіздегі жолда ма? Сөзсіз күндіздің жолы сен үшін не? Ардайымда анық болып тұрады. Батысты білесің, шығысты білесің, қағылмайсың, туралықты беймарал табасың. Біреу сені адастыра алмайды да, сәлеметтік, имандылық, амалдың артында жүресің, жарықтық жолында. Сол үшін соны адам бірінші іздеп білу керек. Сонымен бірге білім талап етіп, жақсылықта бір білім иесі боламын деген адамның өзінің жолы бар. Оны ардайым сол білім талап етуде жолда жүрмекші болып жатқандарға оны айтамыз. Екінші жағы бар кім? Өзінің дінін, өзіне керекті болған нәрсені үйренуші болған адам бар, оның да өзінің несі? Жолы бар. Анау адам көбірек тыңдап, көбірек жазып, көбірек ізденсе, мына адам уақыт тауып, азғантай болса да үйренуге әрекет қылса, және сол әрекетінде жалғасты болса. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, істердің жақсысы аз болса да, иесі соны жалғастылықпен орындап жатқан ісі дейді. Түсінікті ме жоқ па? Бір рет 100 реал беріп қойып, содан кейін кедейлерді ұмытып қойғаннан көре, ардайым кедейлерді еске алып, 5-10 теңге мұқтаж көріп тұрған адамды, мұқтаж ақиқатта қажетті болып тұрған адамды көріп тұрып, 5 теңге 10 теңге беріп тұрғаның жақсырақ. Себебі ардайым өзің міскіндерді көріп, жүрегің жұмсап, мейірімділігіңе мейірімділік қосылып, түсінікті ме жоқ па? Аллахты еске алып, өзіңнің үстіңде болған Аллахтың неғматын еске алып жүресің. Бұл саған тәрбие. Беріп та тәрбиеленіп жүресің. Өзіңді өзің тәрбиелеп. Амма бір рет беріп қоясың да, содан кейін болды, кедейлерді ұмытып қоясың. Ол да жақсы емес. 100 реал беретіндер бар, сонда көбірек жалғасты қылып беріп тұрған жақсы. Түсінікті ме жоқ па? Тура сол сияқты білімде де, амалда да бір күн тұрып, түнде 5 пара оқып Құран оқиды да, немесе 3 пара, 2 пара, біреулер енді 1 парада біраз уақытта оқиды ғой. 1 пара оқып қояды да болды, содан кейін 1 ай Құран көрмейді сосын. Одан көрі күнде 1 бет, 1 пара қылып, уақыт ажыратып, түнде немесе басқа уақыт намаздардан кейін 3-4 минут, 5-10 минутте болса да, 3-4 аяттан болса да күнде Құранмен байланып тұрсаң, сен менен Құранның арасында не болады ол? Байланыс бар. Пәлен уақытта бір әкең шешеңді көргеннен көре, тез аз көріп тұрғаның неге кіреді ол? Сауабы көбірек болады. Түсінікті ме жоқ па? Мейірің көбірек асады, сауабыңда көбірек жиналады. Сен әр рет барғаның үшін талабың, мейірімділігіңе ажыр аласың. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін мына сабақтарға келетін болсақ та, сондай істі алып бару керек. Бір күнде 2-3 сағат отырып қызығып сабақ тыңдап алады да, содан кейін болды, ұмытады. Сабақта жоқ, басқа да жоқ. Кетті. Дүниесіне кіріп кетеді ар жағын. Әсіресе бауырлар осы өздері айтады, мен емес қой оны айтып жатқан. Умрадан барғанда біраз нормальный болып барады да, 1-2 ай нормальный жүреді, содан кейін қарасаң жай батарейкасы бітіп қалады дей ма, өздері айтады, айтып жатыр. Түсінікті ме жоқ па? 1-2 рет келіп, қайттан не қылып батарейкасын күшейтіріп кеткенше біраз әлсіреп жүреді сосын. Жоқ, ол күнде өзіңді зайрат ететін нәрсе керек, күнде. Біз күнде қажетпіз, әлсізбіз біз. Солай емес? Солай емес пе? Біз әлсізбіз, әлсіз пендеміз. Барлығымыз да сол адамбыз. Түсінікті ме жоқ па? Азғантай уақыт, күнде 1 сағат болмасын, жарты сағат болсын. Жарты сағат емес, 20 минут болсын. О, 20 минут көп болып кетеді кейбіреулерге. 15 минут болсын, 15 бір сабақты 3-ке бөліп, 4-ке бөліп тыңдашы. Түсінікті ме жоқ? Бірақ күнде болсын. Жатудан бір 15 минут бұрын. Солай ма жоқ па? Бір жарты бет Құран оқып. Солай ма жоқ па? Немесе таңда тұрып бір жарты бет Құран оқып, сөйтсең бір күнде 1 бет, 2 парақ, 1 парақ Құран оқиды екенсің. Мына жерде 1 бет, мына жерде 1 бет. Сонда бір күнде 2 рет Құранмен байланысың бар екен. Сен ойла да күнде бір бауырыңа азанда 1 рет
Жағдайын сұрап тұрасың, кешке бір рет жағдайын сұрап тұрасың. Қандай жақынсың соған, Азанда тұрғанда мамаңа бір хабарласып қоясың, кешке жатудан бұрын бір рет мамаңа хабарласып қоясың. Жақсы ма, жоқ па? Неге Құранға жоқ сол мәміле? Солай ма, жоқ па? Мына бәле аппаратпен азан кеш құшақтап жоқтайды біреулер. Жағдай болса. Азанда ойғанда да бірден осыған қарайды. Кімнен қандай қымбатты мәліметтер келді екен деп. Бір тиын қымбатса, ойбай, сынып қалмадым. Штраф төлеп жүрмейік тағы. Түсінікті ма, жоқ па? Бір тиын қымбат мәліметтер. Оянып бірден соны іздейді. Ауру болып қалған адамдар қазір. Психологический демей-ақ қоя салайын, бірақ ауру бар. Солай ма, жоқ па? Азанда тұрағанда Құранды бетіне қарау қандай махаббатты, жақсы. Сен өзің тексеріп көр. Қандай рахат болады саған. Түнде ең ақырғы жағдайың Құранмен болса да, азандағы ең бірінші жағдайың Құранмен болса, намаздан бұрын болсын, кейін болсын, азғантай, көп емес, сен қинамашы деп өзіңді. Мейірімділік қылайық саған. Қинама, қатты қинама. Жарты бет. Жартақ бет сондай. Солай ма, жоқ па? Сондай бір бетіне бір қағаз қойып қойсаң, сол бүйтіп ашқанда, қазіргі күнде аппараттар бар, сол Құранды түсіріп қоятын болсаң, сол бет қимылдамай тұрады бейшара сен. Білесің, бір ай бұрын оқыған екен ғой деп. Түсінікті ма, жоқ па? Тұрады сол жерде, өзгермей тұрады сол бет. Солай ма, жоқ па? Іздеуді де қажет жоқ. Қай жерге келдім деп те ойламайсың. Ашсаң шығып келеді. Неғмат бол. Бірақ біз оқымаймыз. Бағанаға айтқандай, дүниенің бір тиын қымбат мәліметін жинауға, оқуға алғашқы қатарда жүреміз да, бірақ Аллахтың кітабына келгенде, субханаллах, Аллах субханаху ва таала пайғамбардың сөзінен айтады. Я Рабби инна қауми иттахаду хазал Құр'ана махжура. Ей Раббым, менің қауым осы Құранды тастап қойды. Құранды тастау бірнеше түр болады. Солардың ең бір түрі ақиқатта қазіргі күндегі әшейін оқуды тастау. Оқуды тастап қойған адамдар. Қанша адамдар бар, бірнеше жыл болған намаз оқып жүргеніне Құран оқуды білмейді. Оқыса да қате-қате оқиды. Бір ай егер құныттықпен жақсылап әрекет қылса, үйреніп алса болады, бірақ үйренбейді, уақыты жоқ оның. Құран оқуды білмейді. Аллаху акбар. Не деген сұмдық бұл ақиқатта. Адам жағдай барынша үйрену керек сол Құраннан, нәсібесі болу керек. Соменен бағанаға айтқандай азанда кешке бір уақыт тауып, 10 минут, 15 минут болса да бір сабақтарды тыңдап қойса, азанда мысал бір фиқхи сабақ тыңдаса, кешке бір ақидадан немесе бір құлық мінезден 1000 түрлі сабақтар бар. Бұрында сабақ жоқ деп айтатын адамдар. Қазір көптігінен берекесіз болып кетті ме біреулерге? Бағасыз болып кетті. Күнде бірнен тыңдап қояды, қызық. Болды, басқа жоқ. Ретті сабақ тыңдайтындар аз. Соменен бірге сол тыңдап жатқанда қолыңда бір қалам болса, ручка болса, дәптер болса, пайда айтып қалса, жазып қойып, сұрақ қажет болатын болса, сол дәптердің артында сұрақтар бір бетін қылып қойсаң, дәптердің ақырында, Аллаға шүкір, дәптерлерде тегін ғой қазір. Бұрынғылардың өміріне қалайтын болсаң, дәптер қазіргі күнде тегін, ручкаде тегін. Бұрында әйтеуір ручкаға бағанағы не дейді андай? Сия құйылатын немесе ауыстырылатын. Қазір машалла ручканы ашсаң, ауыстырмайтын ручка. Бұрынғы сияның бағасымен тағы. Бүткіл бәр нәрсе бар. Жеткілікті. Телефонның ручкілі телефондар бар, солай емес пе? Сондай бір қызмет дайын, жеңілдік момындарға, егер істетілсе. Содан бір не болса, дәптердің артында бір пәлен сабақта мынандайды түсінбедім, түгел өте аз менен сұрайды сондайлар. Қуанамын негізінде, пәлен сабақта мынандай айтып едің, қайдан алдың дейтін сөздерді. Неге бүйтіп айттың деген сөздер келсе, ақиқатта бұл сабақ тыңдап жатқан адамның сұрағы. Түсінікті ме, жоқ па? Білет, пәлен жерде бұлай деп айтылған. Не үшін? Кейбір уақыттарда дәлел айтылмай өтіп кетіледі, басқа қылынады. Сонда неге осылай дәлел, не айтылмаған, не дәлел бар деп. Маған да жақсы, мен іздеймін соны, мүмкін дәлелсіз айтқан жерім болуы мүмкін. Түсінікті ме, жоқ па? Сол дәлелді анықтаймын мен де.
Түсінікті ме жоқ? Осындай бір жағдайлар болса қандай жақсы. Адам өзіне де, біреуге де жақсы ондай нәрселер. Әл-мухим, адам не болғанда да өзінің жақсылығы білімде екенін білсе де үлкен нәрсе қазір ол күнде. Сәләф салих аиммаларының тәрбиесін алған табииндер, табииндерден кейінгілер, олардан кейінгілерді барлығы жақсылықтары білімменен ғана болған. Себебі біздің дініміз білімнің үстіне құрылған. Сол білімнен қанша кімнің нәсібесі көп болса, иншалла сол адам басқа біреуден көре жақсылыққа жақынырақ болады, егер біліміне амал жасайтын болса. Түсінікті ме жоқ? Содан Наби саллаллаху алейхи уассалам хадисінде бекерге айтпаған. وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرْ дейді. Кімде-кім осы білімді алатын болса, осы дүниедегі жақсылықтан үлкен нәсібе алыпты дейді. Өте толық нәсібе иесі болыпты. Ақшаны, абыройды айтқан жоқ. Үлкен нәсібе алыпты деді. Наби саллаллаху алейхи уассаламға Аллах ешбір нәрсені жеке сұра деп, артықша сұра деп айтпаған. Тек қана білімді сұраған. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ей Мұхаммад алейхиссалату уассалам, айт деп айтыр. Ей Раббым Аллах, маған біліміме білім қосып бер деп. Білімімді зияда ет деп сұраған. Басқа еш нәрседен зияда сұралынбаған. Аллах өз бұйырып жатыр тағы. Осы сөздердің артында білімді қадірлеп білмесек қайда боламыз? Надан болып жасай беру, надан адамның өзіне де ят негізінде. Солай ма жоқ па? Надан болып жасай беру, надан адамның өзіне де ят. Бірақ ол адамды ояту керек бол осы яттылық. Жақсылыққа қайту үшін. Баракаллах.